Саламатсыздар ма? Бүгін жапон тілін тағы да ары қарай жалғастырамыз. Туристерге арналған және жедел тез оқу үйрену мақсатында өткізіп жатырмыз. Енді мына әріптердің бүгін өтетін әріптеріміз ха, хи, фу, хе, хо әріптері. Қазір мына ха әрпі қалай жазылады? Міне былай жазылады. Міне осылай жазылады. Ха әрпі. Бірақ сөйлем ішінде тақырып белгісі ретінде уа деп оқылады. Хи осылай жазылады. Фу. Ху болмайды, фу болады. Фу. Осылай жазылады. Хе бағыт білдіреді. Егер бағыт білдірсе, е болып оқылады. Хе. Мына осылай. Мынау хо әрпі. Хо әрпі. Көрдіңіздер ғой? Хо әрпі. Қазір енді сөйлемдерді жазып көрейік. Гүл деген әріпте хана болады. Гүл деген әріп міне осылай жазылады. Ха на мінекей. Таяқша хаши деген бар ғой, мына таяқпен жейді ғой мына жапондықтар, қытайлар. Хаши деген кезде таяқпен деп айтады. Хаши деген міне осылай жазылады. Ана саусақтармен екі палочка болады ғой, таяқша. Мінекі осылай жазылады. Хаши. Қорап деген хакко. Хакко міне осылай жазылады. Хакко. Қорап. Бастау. Хаджимару. Бастау. Хаджимару. Хито деген адам деген сөз. Хито, мінекей. Хито осылай жазылады. Түсіндіңіздер ғой? Хито осылай жазылады. Хиро деген түскі уақытты айтады. Хиру деп. Хиру. Түскі уақыт хиру. Міне бұл да осылай жазылады. Қарап алыңыздар. Хиру. Хикару. Ол жарық деген сөз. Міне осылай жазылады. Хикару. Ұшақты хикойки дейді. Хикойки. Мына көрдіңіз ғой, мына әріптерден шықсын. Мына хикоуки. Ең соңында ки деген әріптер, мына ағашты білдіретін сөз ғой. Ки деген сөз. Сосын хи деген химицу дейді. Жапондықтар сондай сөз бар. Химицу, құпия деген сөз. Коммерциялық құпия, сөмкеңізде бір өзіңізге жеке бір шаруаңыз құпия. Химицу, айтасыз ғой. Мен жеке құпия, химицу. Киімді олар фуки дейді. Фуки, киім. Фуи деген қыс деген сөз. Кеме. Фуне
Фунені кеме дейді. Фуне, міне осылай. Фуне осылай жазады. Жапонша бір төсектері бар. Футон деген. Футон. Не, ол да осылай жазады. Фу әріптерімен келетін сөздерде футон деген. Жапонша төсек. Екі адамды футори дейді. Футори. Екі адам. Футори. Хева деген. Хева деген. Хе әрпінде келетін хева. Ол бөлме деген сөз. Бөлме. Хева. Хеби болса жылан. Хеби. Әлсіз деген хетта дейді. Хетта. Әлсіз хетта. Вот. Хетта. Вот. Көрдіңіз бе? Хетта. Тады әрпін өттік қой біз. Ерекше деген сөз хен. Хен. Ерекше. Хен. Мына енді сосын өтеміз жақында. Бейбітшілік. Оларда хейуа. 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 Бөлме. Хейуа. Бейбітшілік хейуа. Сөз. Хон деген кітап. Өткенде хон. Не хон десе жапондық. Хон дегенде кітап. Хон осылай жазылады. Хоши. Хоши деген жұлдыз. Мінекей. Хоши. Хоши. Хоусеки. Хоусеки. Мінекей. Хоусеки деген сөз әшеки деген сөз. Әшеки. Хоусеки. Осылай жазылады. Хойн деген сүйек. Хойн. Хомеру деген мақтау деген сөз. Мақтау. Ханаға керейдес. Ханаға керейдес десе, ханаға керейдес десе, бұл гүл әдемі. Ханаға керейдес гүл әдемі. Оташиwa хейва икимас. Оташиwa хейва икимасу десе, мен бөлмеге барамын дейді. Оташиwa хейва икимасу. Хуйуайва сами дес. Хуйуайва сами дес десе, қыста суық. Қыста суық деген. Так, бүгін 5 әріп өттік. Сонымен 30 әріп өтіп қалады. Ха, хи, фу, хе, хо әріптерін өттік та. Аха. Бүгін өткендеріміз кішкене қайталап шығайық. Хана деген сөз, гүл деген сөз.
хаши таяқша. Ана тамақ жейді ғой хаши таяқшамен. Корейстер, қытайлықтар. Хаққо деген қорап. Хаққо қорап. Каджимару деген бастау. Хито деген адам. Хиру деген түскі уақыт. Хикору деген жарық. Хикоку деген ұшақ. Химичу деген құпия деген сөз. Химичу. Фуки деген киім. Фуюа қыс. Фуне деген кеме. Футон деген жапонша төсек. Футари деген екі адам. Хева деген бөлме. Хеби деген жылан. Хета деген әлсіз, нашар деген сөз. Хен ерекше. Хева бейбітшілік. Хева бөлме болса, хева бейбітшілік. Хон деген кітап, оны білесіздер. Хоши деген жұлдыз. Хон деген кітап, Нихон деген жапондық қой мысалы. Хоусеки, ашеки. Хоусеки, ашеки. Хойм деген неге ұқсастау болып тұр. Хоусеки. Хоне сүйек. Хомеру мақтау. Ханагуа хирей дес гуладиме екен деген сөз. Оташиуа хеуа екимасу дейді. Мен бөлме барам деген сөз. Сосын мына қайталанған сөздер. Мысалы ай деген оны өзі білесіздер. Махаббат деген. Даже ол Қытай тілінде де қолданылады. Ие деген үй деген сөз. Уми деген теңіз. Атака ер адам. Онна әйел адам. Ками деген шаш немесе қағаз. Түсініп тұрсыздар ғой. Ки деген ағаш, оны бұрында да айттық. Ки деген әріптің өзі бір әріппен жазыла береді. Курума деген көлік. Кешики деген көрініс. Кешики ана жазылып көрсетті. Кешики деген. Кокора жүрек немесе жан. Сакана балық. Широ ақ түс немесе қамал деген сөз. Суюка деген қарбыз, өткенде айтқанбыз. Секай әлем, оны айттық өткенде. Сара аспан. Аса деген таңертең, оны да өткен бір алдыңғы сабақтарда айтқанбыз. Ате деген шай, ате. Ину деген ит, оны айттық. Неко деген мысық. Амедо деген жаңбыр. Уши деген сиыр. Эки деген вокзал. Ока деген төбе. Өткен сабақтарға да кішкене қайталап жатырмыз. Каса деген қолшатыр. Кику деген тыңлау, немесе розовый цвет секілді ғой. Куши деген тарақ, екен білесіздер. Куши. Коко деген осында. Саке деген тоже балық, немесе ішімдікте де айтады, мына күріштің несін. Шио деген тұз. Суши да айтады. Семи деген шегіртке. Соко деген ана жерде. Ису деген орындық. Ута деген ән. Уе деген үсті. Эта деген бұтақ. Ока деген төбе. Осыларды қайталап бойымызға сіңсін, қанға сіңсін. Ал келесі сабаққа шейін аман сау болыңыздар. Жақсылық болсын.